Папа кешке Нургүл экөөбүз вечерге барайыкчы. Вечер? Кандай вечер? Дос баланын тууган күнү еді, сол кафеге жасап жаткан. Кандай кафе, айналайын, Еш кайда бармайсыңдар, үйдө отурасыңдар, түсүндүр ма? Осыдан кешке үйдө болмай көрүңдөрчү, туура таяк жейсиңер, менен аямайм. Папа, пожалуйста, жиберишь, 1 саатка барамыз да келеміз. Ертең ертерек туруп бәрін жасаймыз, қораны жөндейміз, сыпырамыз, бәрін істейміз. Бармайсыңдар дедим ба, бармайсыңдар? Ертең обедке дейін ұйықтаймын. Вроде егілердің бәрі ұйықтап қалды. Қорқып тұрмын. Не істейміз? Бара береміз, Қорықпашы, айналайын. Ешкім жоқ. Кет. Ой, аким балдары десе, айтқан неге тыңдамайсыңдар, Құтырайын дедіңдер ғой сендер балалар, сендер әбден сабау керек осылай, сабау керек, көрсетемісіңдер. Мен аяқ киім кім жаңа тастаған, признавайся, кім істеді, кім істегенін көрсетсеңдер, соны бір апта дала қаңғыруға жіберем. Сен ба? Кете, қумай. Не күшті мен емеспін ғой. Хозяин, мен емеспін. Блин, нереально сухо дала. Ух, ё-моё, поғымен қатқап мұ далада. Осы ғой туалетін далада осы. Шұңғы далаға шыққың келмейді, туалет кешін нереально. Түсе. Бақылап меня по полной. Ой, блядь.